Құрметті телекөрермендер, біз сіздермен бақ-пен-бақ бағдарламасында жүздесіп отырмыз. Қаңтар айының 19 мен 20 аралығында Жас қанат спорт кешенінде қазақ боксының атасы Шоқыр Бөлтекұлын еске алуға арналған бокстан бірінші халықаралық турнир өтті. Алдағы 15 минут бізбен бірге болыңыздар. Алдымен Шоқыр Бөлтекұлының еңбек жолына аздап шолу жасап өткеніміз дұрыс болар. Шоқыр Бөлтекұлы 1936 жылы қазақ жерінде әуесқой боксты алғашқы болып қолға алған ұстаз. Қазақ боксының атасы. Бокстан КСРО спорт шебері атағына ие болған алғашқы қазақ. 1946 жылдан бастап елімізде Орта Азия мен Қазақстанның ресми чемпионаттары өткізіле бастады. Шоқыр Бөлтекұлының шәкірті аты шулы боксшы Әбдісалам Нұрмаханов баптаған Қазақстан боксшылары 1996 жылы Атлантада өткен Олимпиада ойындарында бір алтын, бір күміс, екі қола медальға ие болып, әлемдік командалар арасында 3-ші орынға шықты. Енді Маңғыстау жерінде тұңғыш рет өткізіліп жатқан турнирге келсек. 4 күнге созылған ақтық сайыста Ресей, Қытай, Өзбекстан, Әзірбайжан және Қазақстанның 5 қаласынан барлығы 80-ге жуық былғары қолғап шеберлері өздерінің күштерін сынады. Құрметті жанкүйерлер, бүгін біздің жарысымыздың бірінші халықаралық Шоқыр Бөлтекұлы еске алуға арналған турнирдің соңғы күні. Өте тамаша әдемі бокс көрсетіп жатыр. Бұл жарысымызға 5 елдің боксшылары қонаққа келді. Ол Қытай Республикасынан, Ресейден, Әзербайжан, Өзбекстан, сосын біздің Қазақстанның облыстарының командалары. Жарыстың бірінші күні 14 кездесу өтті. Екінші күні 12 кездесу. Үшінші күні 9 кездесу болды. Турнирдің 4-ші күні барлығы 11 салмақ дәрежесі бойынша финалда ақтаулық 7-1 боксшы көрінді. Бірінші болып ринг төріне 48 кг салмақ дәрежесінде спорт шеберлігіне үміткер ақтаулық Асылбек Донбаев әзірбайжандық Мамед Ахмедовті 23-19 ұпай айырмашылығымен жеңді. 51 кг салмақ дәрежесіндегі кездесуде алматылық Сандыбаев Еркебұлан атыраулық спорт шебері Шодыев Сияушқа жол берді. 54 кг салмақ дәрежесіндегі кездесуде ресейлік Альберт Селимов ақтөбелік Қанат Мақановтың жолын кесті. 57 кг салмақ дәрежесінде ақтаулық Ержан Оразбаев алматылық Алмас Асановпен қолғап түйістірді. Ержан 4-ші раундта басымдық танытты, бірақ 13-14 ұпай айырмашылығымен ұтылып қалды. 60 кг салмақ дәрежесіндегі кездесуде әзірбайжандық Имранов Шапик 16-9 ұпай айырмашылығымен алматылық Берік Қалиевті тізе бүктірді. Ал 64 кг салмақ дәрежесіндегі кездесуде қытайлық Сайдулла Наби 12-5 ұпай айырмашылығымен ақтаулық Александр Буториннен жеңілді. Маңғыстау облысы әуесқой бокс федерациясының президенті Мақсұтхан Абылазимов бұл турнир алдағы жылдары өзінің жалғасын табатынын айтты. Бүгін Шоқыр Бөлтекұлы ағамыздың, біздің жерлесіміздің соғысын еске алуға арналған бірінші халықаралық турнир өтіп жатыр. Турнирге енді алдын ала мынау дайындық, жігіттердің дайындығы айта кететін болсақ, мына спорт мастері осы өзіміздің мөлшердегі інілеріміз Марат Жакиев, Тарас Кетуев, сол жігіттердің ұйымдастыруымен мына әкіміміз Болат Қалымбетовтің қолдауымен және де біздің осы жерлестеріміз, демеушілеріміздің қолдауымен бүгінгі осы үлкен турниріміз өтіп жатыр. Ал енді болашақта айта кететін мынандай мәселелер, осы турнирді жылда ұйымдастырып, осы ағамыздың атына арналған турнир, халықаралық турнирді бұдан да кеңірек, үлкен деңгейде өткізілсе екен деген ойымыз бар. Енді өздеріңіз байқап жатырсыздар, мына залымызда мына жасөспірім балдар өте көп келіп жатыр. Осыған ынталы, осы боксқа деген өте енді осы балдарды өсіріп, дайындап, осы неге көп көңіл бөлуіміз керек деп мен өзім ойлаймын. Осы күндері Жас қанат спорт кешенінде бос орын болған жоқ. Бұл ақтаулықтардың боксқа деген қызығушылығын көрсетсе керек. Бокс десе делебесі қозатын жанкүйерлер былғары қолғап шеберлерінің жұдырықтасқандарын қызыға тамашалады. Бүгінгіден енді мен мінекей бүгін 4-ші не жүріп жатыр, кездесу жүріп жатыр. Жаңағы мысал үшін Келдібай Ибесемов деген боксшыны көрдік. 75 кг салмақта шыққан, өте бұлай техникалық, сосын жерде бұлай өзінің бай қарағанда қолының қуатының күшін көрсетіп,
кәдімгі дұрыстап жеңді. Иә, боксын. Одан кейінгі Донбаев дейтін жаңа 48 келеді. Шыбын салмағынан. О да жақсы. Мен айтайын дегенім техникада жағынан да жақсы дайындалған екен. Сосын жерде былай жан-жақтан қарағанда физический подготовка деп айтады, бокста бір термин бар. Осы да өте жақсы дайындалған екен деп ойлаймын. Сосын мына ұйымдастырып атқанына қарағанда мына облыстың акиматы бар, жаңағы жергілікті өзіміздің мына спорт қоғамы бар, басқа да мына спонсорлар бар, ақтаулықтар бар, өте жақсы қабылдап атырған секілді. Өте дұрыс деп есептеймін и өте жақсы дайындалған. 69 килограммдық салмақ дәрежесіндегі кездесуде халықаралық дәрежедегі спорт шебері Марат Жакиев баптаған ақтаулық Азамат Мақажанов Сидней және Афина олимпиадасына қатысқан әзірбайжандық Руслан Хаировты тізе бүктірді. Естеріңізде болса, осы салмақ дәрежесінде Афина олимпиадасында тараздан шыққан боксшы Бахтияр Артаев олимпиада чемпионы атанып қана қоймай, ең үздік боксшыға берілетін Вэлла Баркер кубогын иеленді. Осы 69 килограмм салмақ дәрежесінде Қытайдың атынан шыққан қандасымыз Қанат Ислам 3-ші орынға көтерілді. Бірақ ол төрешілер жағынан аздап әділетсіздік болды дейді. Осы жартылай финалда әзербайжандық жігітпен кездестім. Оған нөмір есебімен жеңдім деп артында төрешілер сондай баға шығарды, бірақ өзім ойымда әділсіз болғандай сезіліп жатыр енді жарыс. Бірақ енді ал жаспыз, Құдай бұйырса үлкен жарыстар бар. Құдай бұйырса соларға даярланамын деген ойым бар. Қанаттың Қытайдағы аты жөні Ханаки Силому екен. Ол өзінің Қазақстанға келіп, біздің мемлекеттің атынан шығатында ойы бар екен. Менің өзім есімді білгеннен бастап өзімнің арманым енді. Қашан бір Қазақстан, бір Қазақстан деп, бір қазақ деп, бір қазақтың туыларын көтеріп жатқандарды көріп, сондай бір арман менде кішкентай кезімнен болған. Әлі де бар. Әзір Қытайда жүрсем де бір аяғым мын жақта, бір аяғым осы жақта деп ойлаймын. Бірақ жүрегім жалпы айтқаннан осы жақта. Қанаттың айтуынша, ол өзінің салмақ дәрежесі бойынша Афина олимпиадасында чемпион болған тараздық боксшы Бахтияр Артаевты жақсы таниды екен. Бірақ онымен әлі қолғап түйістірмепті. Мен осы жол Афинада ойым, егерде екеуміз финалда кезіксек, онда болды мен шықпаушы едім деген ой болған менде. Менде осы Афинаға даярланып алдында мені осы Қазақстанның тренерлері Дамир ағай бар, Ермұқан ағам бар, олар мені шақырып, солармен Бахтияр бар. Екеуміз негізінен бірге даярландық. Кейбір жарыстарда Әзербайжанда, Алматыдағы сборларда бірге болдық. Мен онымен көп жарыстарда бірге кездестік, машықтарда бірге өткіздік. Мен өзім сонымен істеу арқылы енді оның да сәуиясы менен өте жоғары емес деп ойлаймын. Менде әлде алдыда менде орай көп, жақсырақ тырыссам, жақсырақ әлде алдыға күшеп жақсырақ істесем, менде Құдай бұйырса бір нәтижелер жарататыныма сенемін. 75 килограммдық салмақ дәрежесінде өнер көрсеткен ақтаулық Келдібай Ибесінов ақтөбелік Николай Солдатенконы тізе бүктірді. Ал 81 килограммдық дәрежедегі кездесуде спорт шебері ақтаулық Ердос Жаңабергенов халықаралық дәрежедегі спорт шебері 2004 жылғы Азия чемпионы қытайлық Абдурахман Аблекимді бірінші раундта нокдаунға жіберді. Бұлай өзім настрой жасап, сол жеңуге тырыстым. Өзім бұлай уверенный болдым. Алдыңғы жыл Түркістанда шыққам, соған осылай бірінші раунд тоқтатқам, соған уверен болдым. 91 килограммдық салмақ дәрежесіндегі кездесуде Қытайдың атынан шыққан тағы бір қандасымыз Кеңесхан Төлеухан әзірбайжандық Вюсал Амановты 22-де 13 ұпай айырмашылығымен жеңіске жетті. Біздің енді осы жарға келу мақсатымыз осы Қазақстанның спорт, бокс саласының техникасы жоғары болғандығы үшін
соны біз тәжірибе алу негізгі мақсатымыз. Біздің алда мақсатымыз негізі Қытайда осы 10 кезекті спорт жиналысы болады Қытай бойынша. Сонда соған дайындалу, бір жағы 2008 Қытайда болатын Олимпиада қатынасу соған мақсатым. Осы енді қайда болсақ та әйтеуір қазақ азаматымыз Қытайда жүрсек те басқа дүниенің басқа жерінде жүрсек те Қытай қазақ азаматымыз қай жақ жүрсек те қазақтың атын шығара береміз. Аса ауыр салмақ дәрежесінде ақтаулық Ернас Жұбатов пен Қытай атынан бәсекелескен Юсан Ниджанның кездесуінде жеңіс қытайлық боксшыға бұйырды. Қазақстанға еңбегі сіңген жаттықтырушы, Қытай құрама командасының бапкері Ғалым Кенжебаев ақтаудың боксының тарихынан бір тоқталып өтті. Бокс туралы мен айтам, осы ақтау бокс тарихы өте жақсы бокс. Асылбектен басталған боксерлар көп. Марат Жакиев осы турнирде өткізіп жатқан, осы жарысты өткізіп жатқан Анатолий Кушкин боксерларды дүниенің барлығы таниды. СССР командаларда болған. Содан кейін мына қазірде мына финалға шығып жатқан балаларды көріп жатырмыз. Жақсы балалар. Бірге біз келіп осында 10 күн бірге тренировка жасадық. Совместный сбор дейді Қытай командасы. Сол Марат Жакиевке рахмет айтқым келіп тұр. Осы бізді шақырып, осында бірге жағдай бізге жасап, барлығын істеп, біз бірге тренировка жасап, біздің балаларға да жақсы болды. Мынау ақтау боксерларға да жақсы болды деп ойлаймын. Жаттықтырушыға жақсы қарау керек, соны жағдай жасау керек. Мен кеткенде енді онда бір жағынан мынау өзіміздің қазақ бауырлар ғой, солармен бір жағынан ойын істеу. Екіншіден онда жақсы сыйлайды, жақсы қарайды, жақсы барлық жағдайды жасап жатыр. Менің балам қазақ мектепке барады, сонда әйелім сонда тұрады. Үйді барлығы берген, енді жақсы. Турнирдің ең үздік боксшысы болып 81 килограммдық дәрежеде өнер көрсеткен ақтаулық Ердос Жаңабергенов танылды. Оған ВАЗ-2106 автомашинасының кілті табыс етілді. Егер Ердос Пекин Олимпиадасына жолдама алатын болса, ол барын салатыны сөзсіз. Чемпионға лайық қасиетінің бәрі бар екенін көрсетті. Маңғыстаудың атынан шыққан 14 боксшысының ішінде 10-ы жүлделі орыннан көрінді. Нақты айтқанда 5 алтын, 2 күміс, 3 қола медальді жеңіп алған маңғыстаулықтар командалық бірінші орынға шықты. Екінші орыннан қытайлықтар көрінді. 2 алтын, 2 күміс, 3 қола медальді жеңіп алды. Үшінші орын әзербайжандықтарға бұйырды. Осымен көптің көңілін елең еткізген бұл турнирде осылай аяқталды. Эфирде келесі кездескенше аман сау болыңыздар.